Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева, күнделікті таңертең отырып, біраз ноутбукпен жұмыс жасаймын. YouTube каналына, Instagramға, WhatsAppқа салатын заттарымды реттеп, түсіріп, сөйтіп салып отырамын. Әрі де алдыма пландап қоямын, сол план арқылы жұмыс жасаймын. Өйткені таңертең барлық жандардың милары тынықтау, өте оңай тез қабылдайтын болады. Өзіңізде бір тұрып, көріп, сөйтіп пландап, істейтін әрекеттеріңізді күні бойынға пландап қойсаңыз, сол планды орындап аласыз. Өйткені ол сіздің ойыңыздан кетпей тұрады. Мен жоспарлап едім, осы жоспарды істеуім керек деген сияқты. Мысал келтірейін, мысалы мені мынандай Дед Мороздың киімін, атаның киімін тігу үшін бірінші адам ойлайды. Ойманан жаңа суретті көреді, оны қалай тігу керек, ана жерін қалай жабыстыру керек деген сияқты. Сол ойды ойланып жүріп, сіз уже бір неге келесіз, шешімге. Мұнан жағасын бұлай салу керек, мына жерді бұлай қою керек, үсті пішу керек. Оны пішу үшін мен мұқият тағы сабағымды қарап, қайталап алайын деген сияқты. Мінекей, және бір айтайын дегенім, ол еш уақытта артқы керексіз ойларды ойлана берудің қажеті жоқ. Оны мүлде шығарып тастау керек. Біз артымызға кері қайта алмаймыз ғой. Мысалы үшін мен 67 жаста болсам, сол 50 жасқа мен келе алмаймын, қанша ойланғанмын да. Оның маған мүлде қажеті жоқ сияқты. Маған керекті нәрсе алдыңғы жоспарым керек. Алдында бүгін мен не істеймін, қалай сабақ жүргіземін, қыздарға қалай түсіндіремін, бүгінгі күні қай жерде демаламын деген сияқты, қандай сабақтарды қайталауым керек деген сияқты жоспар қойып отыру керек. Сол іздену арқылы көптеген жетістіктерге жетуге болады. Өйткені мен күнделікті осындайға ойланып отырып, жаңағы істеген тапсырмаларымды орындаймын. Кей кезде ол да болмай қалады. Енді ол да бір не шығар. Өз-өзіңді кейде алдап қоямын. Сол алдаудың қажеті жоқ. Сол үшін мұқият істеген, егер стараться етіп істеп, алға ұмтылсаңыз, әрине, барлық сіздің ой өрісіңіз бәрі дамып, бір қажетті нәрсеге өзіңіз ұмтыла алып шыға аласыз. Мысал үшін тігінде де біреулер рекламаны көреді, ой, мына жерге барсам үйреніп кетем деп жай ойлай салады. Негізінде түбінен ойланған жақсы. Оқиым деген адам ниет қойып, осының үдесіне шығып оқимын, ізденемін, бала шағама, үйіме, азнаулақ тапсырыс алуға да, ақша табуға да болады. Мен осыны оқуым керек деген ізденіс болу керек. Әрі басқа курстармен да салыстырып отыру керек бұл киім тігу өнерін. Өйткені көп жерлерде формула, конспекті жазып, әуре сарсаң қылып жүреді. Ал Айзада шебер курсында мұндай конспекті формула жоқ. Бізде жаңа тәсіл, жаңа методикамен үйретемін. 47 жыл бойы жиған тәжірибемді осы қыздарға қалай жеңіл түсіндірсем екен, адамның дене мүшесі арқылы айтып түсіндірсем, жеңіл болады деп ойлаймын. Өйткені әркім өз дене мүшесін біледі. Мойнын, иығын, көкірегін деген сияқты. Мені осы арқылы оқытып жүрмін қыздарды. Осы жаңа методикаммен менің алғашқы бизнес ашқан қызымның бірі Жансая Төрехан қызы. Мен сол Жансая екеуміз Жібек Жіпте 4 жылдай жұмыс істедік. Қазіргі таңда Жансая Төрехан қызы ары қарай жалғастырып келеді. Өте керемет түсіндіреді. Біз екеуміз сол 4 жылдың ішінде алғаш рет Қазақстан бойынша онлайн сабағын түсірдік. Онлайн сабағымыздан оқып, үйреніп алған, курс ашып алған онлайн арқылы оқып бітіргендер, тапсырыс алып жатқан қаншама қыз келіндеріміз бар.
мінекей оқиым дегендерге келіп оқуларына болады. Жаңа методикаман қазір Жансая Төреханқызы үйретіп жүр. Қазіргі таңда ол тапсырыс алу, клиент жию, SMM сабағы, таргет реклама деген сияқты психология сабақтары өте көп, өте білімді қыз. Міне, мен өзімде қазір осы қыздарыма соны мақтан етіп айтып отырамын. Және де қыздарға осыны үйрену керек. SMM сабақтарын бәрін үйрену керек. Өйткені ізденіс керек. Адам ізденгенде ғана өте керемет тігінші болып шығады. Міне менің Жансая Төреханқызым келген кезде маған оқыған кезде ол басқа бір жерде курста оқыған, ол жерде сағатпен түсіндіріп формуламаны істеп жүрген. Оншалықты ешнәрсе түсінбедім, оншақты күн оқыдым деп келді. Маған келгенде бір күнде мен оны үйреттім. Ертеңіне ол алғашқы көйлегін мынандай қылып тігіп шықты. Міне көргендей.